Wa inna likulli muslimin fi kulli yawmin wa laylatin da'watan mustajabatan. Her bir Müslümanга, erkegine de ayalına da Ramazan ayının tününde de gününde bir sözsüz dua kabul olgan dua bolot ekan. Çünkü sözsüz. Özgöçe alımlarımız aytат, kayсы dualarga көңүл бура турган учур ооз ачар учурунда дейт. Ооз ачарда телевизор коюп, музыка коюп, токтотулганы бар да. Ооз ачар учурда базарларда, тияк-бияктарда жүрүп, хотя бы бире 15 минут калганда болду. Бардыгын токтоп туруп, кыблага карап дуа кылыш керек экен да. Мына Рамазан айдагы дуа ооз ачар учурунда тияк-бияка алектенбей, алаксыбай, алакы болбой дуага Allah kıblаны qarап тұрып, Аллаға жүздөнүп, чын жүрөктөн сураш керек, я Алла деп. Дүниенің жақшылығын сұраңыз, қабырның жақшылығын, ахиреттің жақшылығын сұраңыз. Дүниенің жамандығынан, фитналарынан, қабырдың азабынан, фитналарынан, ахиреттің қордығынан, шермендечілігінен пана тілеңіз. Өзіңіз үшін, ата-енеңіз үшін, бала-чақаңыз үшін, еліңіз үшін, үммет үшін, өткөндөр үшін, тирүүлөр үшін, келе тургандар үшін бардығына дуа кылыңыз да. Мына касиетті дуа. Дуа менен Алла Тааланы байланыш. Кайра дуаңыз, ушу дуа кылганга Алла Таала мүмкүнчүлүк берип атса, билип коюңуз, дуаңыздын кабыл болгон белгиси ушу. Түшүндүрө алдымбы? Азыр дуа кылдыңыз. Машалла, дагы дуа кылдыңыз. Машалла, дагы дуа кылдыңыз. Ушу кайра дуа кылып атканыңыз кабыл болгондун белгиси. Ошон үчүн Рамазан айда күн сайын кайра шашылбай, иншалла дуа кылыш керек. La ilahe illallah.